Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қара құмық арқылы қалай арықтауға болатынын айтатын боламын, яғни гречка арқылы. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қара құмық диетасы монодиетаға жатады. Оны арықтау үшін 7 күннен 14 күнге дейін ұстау керек. Қара құмықта калория аз болғанымен, ол өте тойымды. Бұл диетаны дұрыс ұстансаңыз 10 кг, кейде тіпті 15 кг салмақ тастауыңызға болады. Бұл ретте қара құмық дәнінің ең пайдалы азық түріне жататынын, оны барлық диетологтардың бағалайтынын атап өту керек. Қара құмықпен қалай дұрыс арықтау керек? Қара құмық диетасымен салмақ тастау үшін айран ішу керек. Оның құрамында кальций, А және Б витаминдері және ақуыз өте көп. Одан басқа айран асқазанды жеңіл тазартады. Асқазанның қалыпты микрофлорасын сақтайды. Сондықтан айран мен қара құмық қосындысы асқазан мен ішек жұмысын қолдап, терінің күтімін жақсартып, ағзаның жалпы жағдайын оңтайлайды. Қара құмықты азу үшін қалай дайындау керек? Қара құмықты кешкісін дайындап, таңертең жеу керек. Ботқаға жасыл алмадан басқа ештеңе қосуға болмайды. Дәнді бұқтыруға немесе қайнатуға ғана нұсқаулық етіледі. Бірінші түрі. Кешкісін дәнді жуып, қайнатылған суды үстінен құйып, бетін қақпақпен жауып қою керек. Таңғы асқа ботқаны тұзсыз, қантсыз қолданып, ал түскі асқа ғана кішігірім соуспен жеуге болады. Екінші түрі. Кешкісін қара құмықты жуып, үстінен 2/1 қатынасымен суық су құйып, жоғарғы температурада қайнату керек. Бірақ үстін қақпақпен жаппаңыз. Барлық су сіңгеннен кейін үстін жауып, 6 минут баяу отта ұстаңыз. Ботқаны газ плитасынан алып, үстін орап қойыңыз. Таңғы асқа жеңіз. Үшінші түрі. Жуылған дәннің үстінен қайнатылған су құйыңыз да қайта төгіңіз. Кейін қайта ыстық су құйып, орап қойыңыз. 1 стакан дәнге 1,5 стакан су қажет. Қара құмық диетасы кезінде қолдануға болатын азық түрлері. Егер монодиетаны ұстау ауыр тиетін болса, онда ас мәзіріңізге мына өнімдерді қосуыңызға рұқсат етіледі. Кептірілген жемістер. Дайын ботқаға қара өрік, мейіз және кептірілген өрік қосыңыз. Олардың құрамында витаминдер өте көп. Сіздің денсаулығыңызды тонуста ұстап тұрады. Күніне 6 үлкен жидектен артық жеуге тыйым салынады. Пияз. Иммунитетіңізді жоғарылатады және қара құмыққа қосымша тұздық болады. Бал. Қара құмыққа 1 қасық бал қосыңыз. Табиғи йогурт. Қара құмықты дайындарда ыстық судың орнына қантсыз йогурт қолдануға болады. Ол үшін кешкісін жуылған дәннің үстінен 3 саусақ өлшемінде йогурт құйып, түнге қалдырыңыз. Сосын қолдана беруге болады. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.